Арада қанша жыл өтсе де, жақын жандарымыздың бақилық сапарға аттанып, келместің кемесіне мінгендеріне ұзақ жылдар өтсе де, сағынышымыз басылған емес. Бізден алыстап кетсе де, марқұмдар жүрегімізде, әрдайым дұға тілегімізде, мәңгі есімізде. Осы бейнетаспа мәңгілік сағынышқа айналған жандардың рухына арналады. Ауылдың арғы шетіне барсан ағайын, төмпешік жатыр шөп шалам басқан маңайын, мәңгілік мекен қимас жандардың орына, дұғамды оқып бір уыс топырақ салайын. Күндерге күндер ілесіп, айларға айлар айналып, жылдарға жылдар жалғанып, ұрпақпен ұрпақ алмасып, уақыттың керуені көшеде өтіп барады. Сол керуен көшке ілесіп бізді жүріп келеміз. Уақыт алға жылжыған сайын, өткен күндеріңде жылыстап артта қалып сағымға айналды. Әр бала үшін өзінің ата-анасынан қымбат жан жоқ шығар. Таулардың алыстаған сайын биіктігі сияқты, біз үшін олардың тұлғасы күн санап биіктей бермек. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді зымырай шалған өмір жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалған-ай, әуресіне салған-ай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырың
ересің ай өтеді зымырай жалған өмір ай Амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай жалған өмір ай Әкесі өлген асқар тауы құлағанмен бірдей, шешесі өлген ағыр бұлағы суалғанмен бірдей, ағасы өлген оң қанаты қайырылғанмен бірдей, інісі өлген сол қанаты қайырылғанмен бірдей, апа қарындасы өлген өрісі тарылғанмен бірдей. Жиренше шешен